Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет, шайға керемет кететін рулет дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет құрамдары ванилин және де қант. Қантындағын пайдалансаңыздар да болады. Тұз, қосқыш, су, ұн, жұмыртқаның сары уызын және де ақ уызын бөліп аламыз. Енді ыдысымызға ақ уыз саламыз. Ақ уыз салған ыдыс мүлдем су, май болмау керек. Енді оған тұз саламыз. Қантымыздың тең жартысын салып отырып, жақсылап аппақ меренга болғанға дейін араластырамыз. Біздің меренгамыз мүлдем ақпауы тиіс. Қанттың тең жартысын салып отырып, миксердің баяу жылдамдығынан бастап араластырамыз. Енді сары уызымызды аламыз, оны да миксерлейміз. Жаңағы ақ уыздан қалған тең жартысы қантты енді осы сары уызымызға салып отырып, оны да жақсылап аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Бізде осылай көпіреді. Енді оған суымызды құямыз. Су негізі жылы болған дұрыс. Ванилин саламыз. Ванилин салу міндетті емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ақ уызымызға сары уызды аз-аздан ғана құйып отырып, төменнен жоғарыға қарай біркелкі болғанша жұмыртқамызды басып алмай араластырамыз. Қасықпен немесе осындай лопаткамен араластырыңыздар. Бізде осындай тесто болады. Енді міндетті түрде елестен өткізілген ұнға разрезатель қосып, аз-аздан салып отырып, оны да біздің жұмыртқамызды басып алмай, төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Онда аз-аздан салып отырсаңыздар, ешқандай да мына тестода түйін болып қалмайды. Венчикпен араластыруға болмайды, әйтпесе біздің жұмыртқамыз басылып, іші дұрыс піспей қалуы мүмкін. Біздің тестомыз осындай болады. Енді оны пергамент қағазына жақсылап құямыз. Барлық жеріне бірдей етіп құямыз. Bir жері жұқа, бір жері қалың болып құйылып қалмау қажет. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Енді міндетті түрде ыстықтай осылай сүлгіге, майлықтарға орап аламыз. Толықтай су керек. Ыстық күйінде алып алмаңыздар. Толық суығаннан кейін оны аламыз. Енді ортасына өзіңіздің любой креміңізді жақсаңыз болады. Варенье, осы қойытылған сүт жақсаңыз болады. Мен мына жерде мейіз жағамын. Яғни үйде мейіз көп болғаннан кейін мейізді жаңағы блендермен осылай пюре етіп езіп алғанмын. Сол мейізді жағамын. Бұл өте әдемі болды. Өзіңіздің қалағаныңызша сметана жақсаңыз болады. Әртүрлі кремдер жақсаңыздар болады. Енді ортасына кішкене дәмі болсын деп күнжіт сеуіп жібердім, бірақ оны ешқандай да міндетті емес, сеппей қойсаңыздар да болады. Жақсылап ораймыз. Суыған рулетіміз біздің ыстықтай орап қойғаннан кейін жақсы оралатын болады. Енді ораған кезде, крем жағып орағаннан кейін тығыздап орайтын боламыз. Шетіндегі артық жерлерін кесіп тастаймыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын. Енді мен арнайы осындай сгущенканың шоколадныйын алдым. Вареный сгущенкаға ұқсас. Соны бетіне жағып шықтым. Бетін сәндемей қойсаңыздар да болады, сәндесеңіздер де болады. Біздің рулет өте жұмсақ болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік берем. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.